geldinizler. Hoş geldinizler. Hasta oldum, gördün mü? Hasta oldum. Mamamın kendisi. Hiç yapamıyorum, kurdasın. Kudası değil. Сестра, да? Да, сестра, старшая сестра. Не запомнил, играла с это. Азикай twins. Mesela balası mı ne buluyor? Бля, баласы, Ali деген. Алло. Valla. Арби. Арби. Siz kaç yaşında? Арби, kişi balası mı? İyi kişi. Да, очень тяжелые времена были. Как для нас они и так, для наших предков они и так были, и для ваших предков тоже они такие были. Тяжелые времена. Вот, ну, Всевышний вот опять-таки сделал так, чтобы чеченцы очутились в Казахстане, где есть люди чести, люди руководства. Вот благодаря вам, вашим предкам, вот, которые тоже с тех времен здесь сидят, большое вам огромное спасибо за все, что вы сделали. Bir günü ketdi şeşenler kelvatır, solardı ornalaştırım gerek dedi. Oturыңдар үйде далаға шықпай қойыңдар. Қазір сол көшем, соларды орналастырып, әбден сөйтіп келемін деді. Сосын біздер аламыз ғой дегенмен деп есікті жауып отырдық. Біраз уақыт түн болып кетті. Папам келатыр, бірақ шырылдаға қыз баланың дауысы шықты. Öyle. Şır etip жылап келатыр көр. Сосын жылап келе жатқасын алаңдап қалдық қолдың. Папам алып кірді қызды. 2 күн өтті. 3-ші күні менің ағамның аты Тұраш еді. Мынау Тұраш, мынау Даража, мынау Сантай, мынау Райса сен деп бітті. Қолмен сен кімсің деп. Ол былай қолын кеудесіне салып, мен деген сөзі ғой, Мирса деді. Сосын біз балдар келе қолымызды соғып, Мирса, ой, аты жақсы қандай деп секіріп күлдік. Біз де баламызға қуанып, о, аты әдемі екен деп секіріп қуанып сөйттік. Сосын о да күлімсірей уже жылы шырай танытып, жылауын қойып сөйтті. Мектепке берді. Оқып жүрді. Қазақша оқып дедіңіз? Қазақша оқып жүрді, қазақ классына барды. Енді Қазақшаны үйренді дейсіз ғой? онда қазақ орысыне орта мектеп, жаңағы 10 жылдық мектеп болды. Қазақ классына бердік. Орыс классына бермейді ғой енді. Потому что өзі бәріміз семья, бәрі қазақша оқимыз. Бәрлығымыз. Сосын қазақшаға барды, оқып жүрді. Сол өзімізбен бірге өсті, бірдей болды. Алып келді, үйге кіргенсіз жылағаны қойды. Сосын отырды, папам қасында отырды. Папамнан айырылмайды енді. Сол папам қасында жатты. Ұйықтады. Біздер енді тіл білмейміз, ол да тіл білмейді. Ештеңе сөйлесе алмаймыз. Қараймыз, аяймыз. Отырып жылайды. Сосын қояды, төр. Сол енді кішкене тамақ жеген болып, нан жеген болып папам қасында
жатады 2 күн ба 3 күн ба сол папамның қасына жатып жүрді жаңағы кішкене қыз 9-да қойынды. Үлкен жүректі адамдар еді, қайырымды, осы ағайындар, туыстарға барын бөліп беріп отыратын, ақыл беріп отыратын шаруашылығына папама келіп ақылдасып отыратын еді. Сондай адам еді. Нан ғой, нормамен, карточкамен нан береді. Жаңағы тоже карточкаға береді. Норма қанша сонда? Білмедім соны. Нан береді. Мамам барып әкеледі. Bir et mağam жылап келді, бүйтіп карточканы ұсынып атса, қолынан бір ұжыл болып жылап келді. Нан жоқ. Сенің баласы келатыр дегенде, қуандық енді, Мерсанның баласы іздеп келатыр деген. Қалай ол осы шешімге барды екен, бізге келе жатыр деп. Енді олың баласы да келді, сосын шақтыға да кетті, барды ғой, бәріне де барды. Болған жерлеріне. Шашалғар ауданының шақты дейтін, өмір шыққан жер. Сонда болдық қой енді, туып өскен жерім ғой. Сонда кетті, шешендердің бейті көп. Ұзындан шыбақ бөлек де өліп жатты. Біздің шақтыдағы не ғой? Құрғақшылық қой. Қазақтың жерінің көбі құрғақшылық айдалға. Олардікі Кавказ,